Assalomu alaykum bәріне. Бүгін loft функциясын үйренеміз. Бірінші жұмыс істеу сурет салу алаңын таңдаймыз. Мысалы, мына жерге мен мынандай бір тіктөртбұрыш салсам, содан кейін мынандай plane деген нәрсе, plane деген мынау жұмыс істеу алаңын жасау. Искусственно тағы бір жұмыс істеу алаңын жасаймыз. Мысалы, мына алаңды бассақ, plane дегенді. Содан кейін топтың үстіне бассақ, топтан offset деген 25 мм қашықтықта жаңа жұмыс істеу алаңы пайда болады. Қазір көрсетемін сіздерге. Мына көріңіз. Мына алаң топ мынау. Plane 25 мм-ге алды. Plane 1 деген алаң жұмыс істеу алаңы пайда болды. Енді қазір суретімізді plane 1-ге саламыз. Мына көріңіз бе? Бұл жерге мысалы бір шеңбер сызайық. Осындай шеңбер сыздық. Окей дейміз. Енді loft дегенді бассақ, мысалы арттағы квадратты таңдаймыз. Екінші plane алаңындағы шеңберді таңдаймыз. Сонда бізде көріңіздер ме? Мынандай нәрсе пайда болады. Бұл қандай нәрсе жағдайда керек? Мысалы, әртүрлі болады ғой. Күректің басы болады. Күректің басы, мына басымен ұстайтын ручкасын, екеуін формасы, екеуі әртүрлі. Сол екеуін қосу үшін осы plane'ді қолданамыз. Сонда өзі компьютер осындай дайын қылып екеуін қосады. Loft функциясы осы үшін керек. Бүгінге сабақ осы. Сау болыңыздар.